Сәлем достар, менің атым Әсел, және бұл видеода біз сіздермен passive voice тақырыбын өтетін боламыз. Passive voice немесе қазақшасы ырықсыз етіс. Шын айтсам, қазақша аудармасын өзім енді біліп отырмын, ырықсыз етіс деп айтылатын, бірақ мен бұл видеода сіздерге ағылшын тіліндегі passive voice қай кезде қолданылатын және қалай қолданылатын, ең бастысы не үшін қолдануымыз керек екенін үйрететін боламын. Олай болса, кеттік. Ағылшын тілінде active voice және passive voice деген грамматикада тақырыптар бар, иә? Не екенін білмеймін, осы passive voice тақырыбын қиын дейді, немесе көп қолданылмайды деп, оны жоғары сынып оқып жүрген кезде өтеді. Бірақ керісінше native speakerлар passive voice-ті жиі қолданады. Көбінесе, егер сіз бір іс-әрекетті кім жасаған, немесе не жасаған, білдіргіңіз келмесе, немесе ол қатты маңызды емес болатын болса, сол кезде сіз passive voice-ті қолданасыз. Тіпті кейбір кезде ол іс-әрекетті кім істеген білмеген кезде де сіз passive voice-ті қолданасыз. Түсінікті болу үшін бір мысал келтірейін. A lot of money was stolen in the bank. Яғни банкте көп ақша ұрланды. Бұл ситуацияда, бұл жағдайда итакта түсінікті болып тұр да, кім ұрлаған? Бір ұрлықшы әйтеуір ұрлаған, дұрыс па? Немесе бірнеше ұрлықшы ұрлаған. Ол қатты маңызды емес, мен бұл жерде оны айтқым келіп тұрған жоқ, кім ұрлағанын. Сол үшін мен бұл сөйлемді пассивта жазып тұрмын да. Мен бұл жерде айтқым келген нәрсе көп ақша ұрланғанын айтқым келіп тұр. Сол үшін мен осы сөйлемді пассивға ауыстырдым. A lot of money was stolen. Was stolen деген бұл өткен шақтағы passive voice. In the bank, банкте. Немесе бұл сөйлемді мен қайтадан активқа ауыстыратын болсам, ол кезде қалай болады екен? A robber stole a lot of money. Яғни ұрлықшы көп ақша ұрлады. Бірақ бұл жерде мен оны айтқым келіп тұрған жоқ қой. Жалпы факт ретінде банкте көп ақша ұрланғанын айтқым келіп тұр, иә? Сол үшін мен passive voice-ті қолданып тұрмын. Енді passive voice-тың құрылымына келетін болсақ, достар, ең басты екі нәрсені білу керек болады. Passive voice-ті қолдану үшін біз бірінші to be етістігін қолданамыз міндетті түрде, және екінші біздің етістігіміз үшінші жақта тұрады әрқашанда. Verb 3. Сөйлемдегі етістіктің шағына байланысты әртүрлі формулаларды жаттауымыз керек болады. Мысалы, айтайық, егер present simple-да тұратын болса, ол кезде бізде to be-дің үш формасы, сол present simple-дағы am, is, are қосылған verb 3 етістіктің үшінші жағы. Егер біздің сөйлем өткен шақта болатын болса, past simple болатын болса, онда to be-дің өткен шақтағы формасы ол was, were қосылған verb 3. Ал егер present continuous деп айтайық, ол кезде бізде қайтадан am, is, are қосылған be қосылған ing қосылған verb 3. Басқа да етістіктің шақтарын жаттау үшін мен сіздерге мына жаққа жазып қалдырамын. Ол present perfect болсын, future simple болсын, бәрінде формалар бір логикамен жасалынған, сол to be міндетті түрде және verb 3. Достар, осымен біз passive voice тақырыбын қамтыдық деген ойдамын. Егер сіздердің сұрақтарыңыз болатын болса, осы видеоның астында міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі қандай видео түсірейін, қандай тақырыпта мен міндетті түрде оқып қарайтын боламын. Ондай болса, көріскенше, bye!